Ерте-ерте заманда құрбақа да қос аяқ, тышқан, түлкі, тасбақа тәрізді құрлықты мекендепті. Оның да терісінде түгі, аяғында тырнағы болыпты. Бірақ бақа басқаларға қарағанда жалқау екен. Ол ін қазуды, қысқа азық жинауды ұнатпапты. Күні бойы көл жағасында сазға бауырын төсеп, шоршыған балықтарға аузын ашып, қызыға қарап жатады екен. Бақада балықтардай суда еркін сайраңдауды армандапты, бірақ өзі жақындауға қорқыпты. Бір күні толқын тулап, дауыл соғады. Ашулы толқын аузын ашып жатқан бақаны суға шөлп еткізіп, әдептікке бақа зәресі қалмай қорқады. Бірақ бірте-бірте салқын суға денесі үйренеді. Үйренген соң көлден шыққысы келмейді. Енді ол қыратта топырақ кеміріп, күнге күйіп, шаң-шаң болып ін қазып жүрген түлкі мен тасбақаны мазақтайтын болыпты. Судағы өмір бақаның кескінін де өзгертеді. Жүні жүдейіп түсіп, аяқ орнына ескек пайда болады. Терісін жылбытқысы желім жауып, үсті шұбарланады. Сөйтіп ол су мақұлығына да, жер жәндігіне де ұқсамайтын өзгеше бір кейіпке түседі. Қанша уақыт өткен кім білсін? Бір заманда бақаны судағы өмір де жалықтыра бастайды. Мұнда тұшырқанып жейтін кермек жусан, күйреуік сияқты шөптер өспейді. Бәрі де су татыған дәмсіз балдырлар. Оның үстіне табан тіреп, нық жүретін қатты жер жоқ. Бақа жағадағы күнге қыздырынған кездерін, қырдан ескен самал желді сағынады. Ол күндіз-түні жағалаудан кетпей қояды. Күндердің бір күнінде дауыл тұрып, толқын шапшиды. Бақа құрғақ жердегі тіршілігін ойлап, мұңайып жүреді. Ашулы толқын су жиегіндегі жақын келген оның күшті серпінмен құрғаққа лақтырып тастайды. Жағадағы ыстық құм үстіне шығып қалған бақаның халі аса қиын болады. Жер бетінің мол ауасына тұншығып дәрмені кетті. Жанталаса тыпыршып тулады. Неше күндер бойы нәр татпай көзі қарауытты. Бар тапқаны маңайындағы жеуге ілінген нәрсеге аузын ашып, тілін созады екен. Осыдан барып күн сайын оның тілі ұзара береді. Енді жақын қонған шыбын-шіркей, құрт-құмырсқаны тілмен қағып жейтін болады. Бақа құрғақ жерге де үйрене бастады. Енді оның ескектерінің орнына таяқ тәрізді тіреуіш өсіп шықты. Ол шоқаңдап секіріп, орнынан қозғалатын болды. Кейде қырдағы шерткелердің шырылдаған әнін тыңдайды. Соларға еліктеп өзі де құрқылдап ән салатынды шығарды. Сол кезден бастап бақа құрлықты да, суды да мекендейтін жәндікке айналыпты. Ыстықтаса суға сүңгіп кетеді екен. Ал одан жалықса, жағаға шығып, жапырақ үстінде отыратын болыпты. Бірақ бақа мұны да місе тұтпайды. Шіркін-ай, суда емес, құрғақта осы екеуінің құрылған жанға жайлы мекен болса деп армандап, оңашада көз жасын төгеді екен. Суда тұншығып, құрғақта қуырылып, бар сиқырынан айырылған бақаны жәндік атаулының бәрі де жек көріпті. Ал мейірімді бұлттар бақаның бұл халін көріп, аяушылық жасайды. Күндердің күнінде қою бұлттар көл жағасынан төніп келеді. Жағадағы ыстық құмға күнге терісін күйіп, мұңайып отырған бақаның үстіне нөсерлете төгіпті. Ашық ауада мөлдір тамшылар бақаның арқасын жауады. Бақа мәз болып асыр салыпты. Енді оның тіршілігіндегі ең рахат өмір жылы жаңбыр болыпты. Жазда жаңбыр жануар алдында, бақа оны күні бұрын біледі. Жаңбыр алдында бақаның көл жағасына шығып, жаттана құрқылдайтыны сондықтан көрінеді.